Баршаңызға армысыздар. Бүгін сіздермен жылқының қарын қартасын және ішегін тазалап, және қарынды қалай маринадтау керек екенін жолдарын көрсететін боламын. Ең алдымен ішек қарындарымызды жақсылап салқын суға жуып аламыз. Мына майы бар жағы жылқының қарын қартасының сыртқы жағы. Оны бір-екі жақсылап жуып тазалап аламыз. Сыртқы жақтары онша қатты лас болмайды, сондықтан бір-екі салқын суға жуып алсаңыздар жеткілікті. Бұрын тазалап көрмеген жас қыз-келіншектер болса, соларға сабақ болсын деген оймен видеоны басынан аяғына дейін қысқартпай толықтай түсіруге шешім қабылдадым. Осылай жақсылап әбден жуып аласыздар. Жылқы малы негізінен өте таза келеді, сондықтан сиырдың немесе қойдың ішек қарнына қарағанда бұны тазалау өте жеңіл болады. Міне осылай 2-3 мәрте қайта-қайта суын ауыстырып салқын суға жуып аламыз. Содан кейін ішкі жағына айналдырып, оны тағы да жақсылап жуып аласыздар. Бір ескеретін нәрсе, осы майлардың арасында бездер болуы мүмкін. Ұстағанда қатты болып қолға білінеді, және оны пышақпен алып тастасаңыздар болады. Міне қарын мен қартаны өте оңай жылдам айналдырып алдық. Енді ішекті айналдырамыз. Қолмен немесе ағаш таяқшамен айналдырсаңыз өте жеңіл болады. Міне өте оңай айналдырып алдық. Енді барлығын жақсылап бір-бір жуып аламыз. Міне көргендеріңіздей су өте лас болып шықты. Енді қайтадан төгіп тастап, таза суға жуып аласыздар. Міне екі жағынан да шамамен 3-4 мәртеден жуып шықтық. Суымыз шамалы тазарды. Енді тағы да оны төгіп тастаймыз. Және ендігі кезекте тұзбен жуатын боламыз. Бір уыс тұзды салып жіберіп, әбден ысқылап жуып аламыз. Ішектерімізді, қарынды жақсылап қолмен ысып-ысып, осылай бірнеше мәрте қайталаймыз. Енді үстіне таза су құйып, жақсылап жуып аласыздар.
Суымызды төгіп тастап, тағы да сол процессті қайталаймыз, яғни тұзбен жақсылап ысқылап шығамыз. Және тағы да таза сумен жақсылап жуып, ол суды төгіп тастайсыздар. Енді тек таза судың өзімен ғана жақсылап шайқап аласыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, суымыз әбден мөлдір, таза болғанша жақсылап жуып алдық. Міне қарнымыз да, ішектеріміз де жақсылап тап-таза болып жуылды. Бұны осылай қалдырсаңыз да болады. Немесе иісін сәл кетіру үшін таза су қойып, үстінен 70%-лық сірке судан 6-7 тамшы қосып жіберсеңіздер болады. Міне қостым. Енді осыны бір 15 минутқа қалдырып қоясыздар. Енді қарын мен қарталарды кастрөлге салып, жақсылап бір қайнатып аласыздар. Ал ішекті осы күйінше қазыға салсаңыздар болады, немесе пакетке салып, морозильникте сақтай берсеңіздер болады. Кез келген уақытта алып, қазы жасай берсеңіздер әбден болады. Міне кастрөлге салып бір қайнатып, 10 минут қайнатқаннан кейін суын төгіп тастайсыздар. Сол кезде қарын қартамыздың иісі кетіп, өте жақсы болып шығады. Міне қарын қартаны бір қайнатып алдық. Енді маринадтауға кірісеміз. Ол үшін чеснокты майда теркіден өткізіп, оның үстіне тұз және қара бұрыш қосып жібересіздер. Және осыны араластырып, қарын қартаға жақсылап жағып сіңдіресіздер. Сол кезде етке қосып асқан кезде иісі өте керемет болып, жақсы болып шығатын болады. Міне әбден ысқылап отырып жағасыздар. Осылай әр қатпарына жақсылап жағып, сіңдіріп қоясыздар. Бұны негізі қайнатпай тұрып та ішінен жақсаңыздар болады. Бірақ мен морозильникте сақтайтын болғандықтан сыртынан ғана жақтым. Және осындай пакетке салып қоясыздар. Содан кейін кез келген уақытта шығарып, етпен қосып ассаңыз да, және өзін қайнатсаңыз да болады. Астарыңыз дәмді болсын.